Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздердің назарларыңызға бүгін мұғалімдерге көмек айдарымен ұсынылатын оқытудағы әдіс-тәсілдердің екі түрін ұсынғым келеді. Сіздердің назарларыңызға ұсынылатын бірінші тәсіл нақтылық талант деп аталады. Бұл тәсілді жүргізудің әдісі мынадай. Сыныпты 3 немесе 4 топқа бөлуге болады. Олардың құрамында 3 адамнан немесе 4 адамнан болуы мүмкін. Және ол 3 топты немесе 4 топты бір-бірінен алысырақ орналастырасыздар. Екінші жүргізілетін әрекет, әр топқа мұғалім 3 классикалық туынды немесе классикалық әдебиеттердің тізімін ұсынады, немесе туындының тізімін ұсынуға болады. Әр топтың міндеті осы ұсынылған 3 әдеби туындыны 3 сөйлеммен сипаттау керек. Сөйлемнің құрылымы жай сөйлем бола ма, құрмалас сөйлем бола ма, қандай құрылыммен құрылса да, ол топтың өз еркінде. Сонан кейін әр топ өз сөйлемдерін оқиды. Оқылған сөйлемдерге қатысты басқа топ сол әдеби туындыға қатысты мазмұнды сол сөйлемдер жеткізіп тұр ма, жеткізіп тұрса қай жағынан сәтті алынған, жеткізбей жатса қандай жетілдіру ұсынысын жасайды. Міне осындай ойлар ортаға салынады. Яғни бұл нақтылық талант тәсілінің негізгі мақсаты қысқа да нұсқа қылып негізгі ойды дәл бере білу. Бұл да оқушылардың ой өрісін жүйелеуге, бар ақпараттарын нақты беруге төселдіреді, жетілдіреді. Екінші тәсіл орынсыз жауаптар деп аталады. Бұл орынсыз жауаптар тәсілін қолданған кезде негізгі жұмыс әрекеті бұл сұрақ қоюға негізделеді. Оқушылар кезекпен-кезек бір-біріне сұрақ қояды. Бірақ қойылған сұраққа сол сұрақтың жауабын емес, басқа жауап беру керек болады. Мысалға, сағат неше болған айтып жібересіз бе десе, рахмет, мен түстеніп алғанмын деген сияқты. Немесе Марста тіршілік бар деп ойлайсыз ба дегенде, маған ертегі оқығанды, маған біреудің ертегі оқып берген ұнатамын деген тәрізді жауап. Енді сабақ үдерісінде, пәнді игертуде бұл тәсілдерді өткен материалдарды еске түсіруге арнап құрастыруға болады. Яғни сөйлем мүшелеріне қатысты өтілген материалдарды еске түсіру үшін бастауыштың анықтамасын білесіз бе дегенге тоқтауыштың анықтамасын айтып, немесе керісінше жай сөйлемнің жалаң сөйлем деген түрі қандай тұрлаулы мүшелерден тұрады дегенге тұрлаусыз мүшелердің анықтамасын айтып, немесе құрмалас сөйлем анықтамасын айтып, яғни орынсыз жауаптар беру арқылы оқушылардың жадындағы белгілі бір терминдердің анықтамаларын қайталатуға болады. Бұл жаттығудың да негізгі, бұл тәсілдің негізгі артықшылығы бұл өзінің ойын жинақтау және қойылған мақсатқа сәйкес тапсырманы орындауға дағдыландыру. Назарларыңызға рахмет, қателеріңізге жаратыңыздар және бұл тәсілдерді пайдалану барысындағы өздеріңіз байқаған кемшіліктер немесе артықшылықтар болатын болса, тіл ғылымы каналына кері байланыс жасауларыңызға болады. Сау болыңыздар.